Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін гайморит жайлы, оны қалай емдеу керектігі туралы айтатын боламыз. Видеоны көрмес бұрын қазақша контентті қолдап кетіңіз. Каналыма жазылып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіз. Гайморит мұрынның екі жағында орналасқан қуыстың қабынуынан пайда болатын ауру. Оны 17 ғасырда ағылшын тәнтанушысы Натаниэл Гаймор ашқан. Сондықтан да кеңсіріктің қабыну бұл дерті гайморит деген атауды иеленген. Гаймориттің негізгі қоздырғыштары инфекциялар мен бактериялар. Індет мұрын қуысы мен қан арқылы кеңсірік қуысына түсіп, оны зақымдайды. Гайморит кезінде адам қатты әлсіреп, иммундық жүйесі төмендейді. Егер бұл ауруды дер кезінде емдетпесе, мұрындағы ірің миға өтіп менингит ауруын туғызуы мүмкін. Сондықтан да гайморитті тудырушы тұмау, скарлатина, қызылша және тағы басқа да инфекция ауруларының асқынуына жол бермеген жөн. Кей жағдайда тіс тамырларының қабынуы да гайморитке әкеп соғады. Ендеше кез келген ауруды дер кезінде емдеген жөн. Ал гайморитке шалдықпағаныңызды тексеру үшін мынадай әдісті қолданыңыз. Тік тұрып, басыңызды төмен иіп еңкейіңіз. Егер маңдайыңыз, көз асты, мұрын айналасы солқылдап ауырса, онда гаймориттің белгісі бар. Лор дәрігеріне тексеріліп, кеңес алған артық етпейді. Өйткені гаймориттің созылмалы түрінде хирургиялық емдеу жолдары қолданылады. Сонымен қатар бұл ауруды мұрындағы белгілі нүктелерге массаж жасау арқылы да және халық емдерімен де емдеуге болады. Үй жағдайында емделгіңіз келсе, дәрілік шөптерден арнайы мазь жасап қолданыңыз. 2 ас қасық алоэ гүлінің сығындысына 50 грамм диоксид мазі мен ментол майының 2-3 тамшысын араластырыңыз. Дәкеге немесе мақтаға малып, мұрын қуысына тығындап қойыңыз. Сарымсақтың 8 данасын ұсақтап турап, 1 ас қасық сірке суымен араластыру керек. Темір шәйнекке немесе термосқа салып, 1 стакан қайнаған су құйыңыз. Қалыңдау мата немесе орамалмен бүркеніп 20 минут бумен демалыңыз. Емдік шараны күніне 2-3 рет қайталауға болады. Келесі әдісте кешке 1 стакан қайнаған суға 1 ас қасық тұзды ерітіп, мұрынды сыртынан және ішінен, сосын мойныңызды ысқылап, сүлгімен орап қойыңыз. Тұзды ерітінді теріге сіңген соң 1 шай қасық балды мұрныңызға, мойныңызға жағып жатыңыз. 1 бас пиязды майдалап турап, дәкеге орап, күніне бірнеше рет пиязды иіскеу арқылы тыныс алыңыз. Осы 3 әдісті комплексті ем шара ретінде қолданыңыз. Бірдей мөлшерде картоп пен пияз алып, шырынын шығару керек. 2 ас қасық балмен араластырыңыз. Дайын болған эликсирді шыны ыдысқа құйып, тоңазытқышқа сақтаңыз. Мұрныңыз бітіп, тыныс алуыңыз қиындаған кезде мұрныңызға тамызып тұрыңыз. 4-5 ас қасық балды су ваннасында ерітіңіз. Оған 1 ас қасық өсімдік майын және пияздың немесе сарымсақтың 1 шай қасық сөлін сығып алып қосыңыз. Түнде ұйықтар алдында қоспаға мақтам алып, мұрын қуысына салып жатыңыз. Қоспаны тоңазытқышта сақтап, қолданарда сәл жылытып алу керек. Ауру басылғанша емді жалғастыра беріңіз. Вишневский мазінің 1 ас қасығына пияз, алоэ гүлі және прополистің әрбіріне жарты шай қасықтан салып араластырыңыз. Жылытып мақтаға сіңіріп, мұрын қуысына тығындаңыз. Әр 3 сағат сайын мақтаны ауыстырып отырыңыз. Мұрын қуысына алоэ гүлінің сығындысы немесе пияз сөлін тамызу да дертті жеңілдетеді. Ескертетін жайт, мұрын қуысына емдік қоспаға малынған мақтаны тығындаған соң немесе мұрынға дәрілік сығынды тамызғаннан кейін шалқаңыздан жатыңыз. Сонда ем нәтижелі болады. Қарапайым осындай емдерді ереже бойынша қолдансаңыз және тастап кетпей уақытылы орындасаңыз, гайморит түбірімен жоғалады. Егер де осындай қазақша пайдалы ақпараттарды жіберіп алғыларыңыз келмесе, каналыма тіркеліп, лайк қойып, қоңыраушаны баса кетіңіздер.